Бәріңізге ассалаумағалейкум. Таңның тиімді өтуі өзіңізге байланысты. Видео басталмай тұрып, еңбегімізді бағалап, лайк басып, арнаны қолдап кетулеріңізді сұраймыз. Таңертең тұру қиындық соғып, 5 минуттық ұйқы 3-4 сағатқа созылып кетеді. Шын мәнінде, таңертең өзіңізді қалай ұстасаңыз, күніңіз де сол секілді өтеді. Ерте тұрып көңіл күйде болсаңыз, бір күніңіздің тиімділігін байқайсыз. Бізден таңның тиімді өтуіне шағын тізім. Оянғаннан кейін смартфонға үңілмеуге тырысыңыз. Ұйқыңызды ашып алыңыз. Арманыңызды сезініп, уақытыңызды созуға 5 минут беріңіз. Жоспарланған жұмыстарыңызды қайта ойластырып шығыңыз. Таңғы жуыну процедурасы сізге қуаныш сыйлайтындай болсын. Әдеттегі ойлар мен көңіл күйді тастаңыз және таңғы күтімді нағыз рәсімге айналдырыңыз. Өзіңізден ештеңені үнемдемеңіз. Шын мәнінде таңғы асыңызды жасап, әдемі шынаяқтарды қолданыңыз. Ең жақсы тағамды алыңыз. Үстелді тірі гүлмен безендіріңіз. Егер сіз күнделікті ыдыстарды қолдану арқылы сізде ешқандай өзгеріс байқалмайтын болса, осындай жағдайлар үшін әдемі майлықтарды сатып алыңыз. Ал егер ерекше көңіл күйді қаласаңыз, үстелде ең әдемі деген заттарды қойыңыз. Таңертеңгі киіміңіз ерекше болуы керек. Сізді сұр тышқан етіп жасайтын киім кимеңіз. Сіздің гардеробыңыз ханшайымдай көрінуі керек. Ең әдемі киімдер киюге лайықтысыз. Әлемді бағындырыңыз. Үйден хош иіссіз шығасыз ба? Құрметті көрермендер, ал сіз таңертең оянғанда қандай рәсімдерді орындайсыздар? Төменде жаза кетіңіздер. Денсаулығыңыз мықты болып, күніңіз сәтті өтсін.